Сәлем достар, сіздермен бірге жан-жақты келін. Бүгін сіздерге осындай керемет лайфхак көрсеткім келіп тұр. Осындай сүзгіш, ожау, қасық, вилкаларыңыз болсын, кішкентай ложка болсын, барлығын мінекей осындай майдан қалай тазартуға болады, сол жайында әдісті көрсеткім келіп тұр. Қараңыздар, осындай оюлардың арасында барлық май қалып қояды. Біз әдеттегідей жақсы жуып жатқан секілді болып көрінеді, бірақ күнде жуамыз ғой, бірақ араларында осындай майлар қатып тұрып қалады. Соның барлығын қалай оңай жолмен кетіруге болады, сол әдісті сіздерге көрсететін боламын. Қараңыздар, мына бауырсақ сүзіп алатын, осылай қысып, оның арасында майлардың барлығы тұрып қалған. Вроде жаңадай қатты ысқылап жуамыз, бірақ сонда да оюлардың арасында, осындай қиын жерлерінің арасында майлардың барлығы тұрып қатып қалатын болады. Және де менде осы қасық, ожау ілгіштерді қараңыздар, тұрып өзі де май болып қалған. Мінекей ожауды ағартатын боламыз, осы майлардың қатқан майдың барлығын жібітіп түсіріп тазалайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қараңыздар, бізге осындай сода және де сабын керек. Аз ғана уксус қосып жіберсеңіздер болады. Уксус кішкене қатып қалған, қатты қарайған жерлері болса, соның барлығын алып түседі. Ал қайнап тұрған осындай кастрюліміз болсын, осындай ыдыстың барлығы сиятын ыдысқа суды құйып қайнатасыздар. Содамызды, сабынымызды және де аз ғана уксусымызды қосып жібереміз. Қайнағаннан кейін барып саласыздар қыздар. Содан кейін барып жаңағы майланған қасық, вилкаларымыздың барлығын, ожауларымызды осы кастрюльге салып шығамыз. 1 сағат, 1,5 сағат қайнатсаңыздар жеткілікті. Бүкіл майларын ерітіп, кәдімгідей алынып қалатын болады. Сіз қырып, ешқандай әлек болмайсыз. Осы қайнаған бетте бүкіл майдың барлығын алып түсетін болады. Осы әдісті жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі жолы қандай сіздерге лайфхак шығарайын, не жайында комментарийға ойларыңызды жазып кетіңіздер. Осылай бетін жауып қоямыз. Қараңыздар, қаншама майдың түсі өзгерді. Әппақ суымыздың осы майлардың барлығы жібіп, кәдімгідей алынып қалды. Көрдіңіздер ғой, қараңыздар, әппақ жылтыратып шықты. Тек қана ысқылап жуып жіберсеңіздер болғаны, жаңағыда фери болсын, жаңағы ыдыс аяқты жуатын затпен қараңыздар. Әппақ болып шықты, жылтырап. Енді тек қана бір шайып өтсеңіздер, соның өзі жеткілікті. Мен ожауды осындай қырғышпен қырып жудым, себебі араларында кішкене майлар қатып қалған, кетпей жатыр. Сол жерін тек қана қырып жіберсеңіздер болғаны, әйтпесе бұлай жұмсақ болып алынып тұр. Неке ожауымыз, мен осы жерге ысқылап жуып алғанды жөн көрдім. Қараңыздар, жартысының барлығы түсіп, уже жұмсарып қалған, тек осылай алып тастау керек. Неке ысқылағанның өзінде майлардың барлығы түсіп жатыр. Көрдіңіздер ғой, қатып қалған майлар. Аз ғана фери қосып, осылай көпіртіп жуып алдым, енді кетпеген жерлерін. Қараңыздар, қыздар, қалай жылтырап шықты, әппақ болып. Осындай оюлардың, неке қараңыздар, араларында барлық май кетіп қалды. Бағана қатып, осы жерде майлар тұрып қалған болатын. Барлығы жылтырап, қасық, вилка, сүзгіш, ожау, барлығы әппақ болып шықты. Дәл осы менің әдісімен жасап көрсеңіздер, керемет жылтырап шығатын болады қасықтарыңызда, вилкаларыңызда. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Келесі жолы қандай видео шығарайын, барлығын комментарийға ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша.